Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте тез дайын болатын және де миксерді қажет етпейтін пирог жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Екі жұмыртқаға қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз және де айранымызды құйып араластырамыз. Ұнымызға разрыхителімізді араластырып, електен өткізіп саламыз. Ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке салып араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қаймақ секілді болып шығу керек. Мен варенье салдым, шие вареньесін. Сіздер өз қалауларыңызша салсаңыздар болады, салмасаңыздар да болады. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 40 минуттай пісіреміз. Піскен кезінде ағаш таяқшамен тексеріп көреміз. Егер піспеген болса, ары қарай тағы пісіреміз. Достар, өте тез дайын болады және де үйдегі бар заттардан жасай саласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Аман болыңыздар.